Hello everyone. Құрметті оқушылар, бүгін біз 7-ші сыныптың 2-ші тоқсанына арналған жиынтық бағалауды тапсырмаларын қарастыратын боламыз. The unit Entertainment and the Media. Entertainment ойын-сауық және медиа бұл сыни деген тақырыпта екі тапсырма бар. Speaking айтылым және listening тыңдалым. Бірінші speaking. Мұнда мұғалім сіздерге әртүрлі тақырыптар беріледі, яғни 6 тақырып. Оны таңдап алып, сол сұрақтарға жауап береміз. Және де егер мұғалім мынандай сіздерге кесте беріп жатса, онда осындай фразаларды, тіркестерді сөйлемнің алдында қолдансаңыздар болады. Бірінші stating an opinion, бұл пікірді білдіру. Мен пікірімді білдіре кетсем деген кезде осылай бастасақ болады. Осылармен the way I see it мысалға. Екінші expressing agreement дегеніміз бұл келісу. You have a point there. Мына жерің жақсы екен деген сияқты біз қосыламыз. Expressing disagreement, яғни біз келіспейміз. That's not always the case. Бұл үнемі осылай бола бермейді. Мен қарсымын деген сияқты. Interrupting, егер біреудің сөзін бөліп, сөз айтқың келсе, сөйлегің келсе, sorry to interrupt, менің бөлгенімді ренжіме, кешір, бірақ деген сияқты. Яғни осылай айтып барып жалғастырамыз және арнайы сөйлеудің ережелері бар. Олар, яғни басқа оқушыларды тыңдау, яғни түсініксіз болса сұрау керек, тұрып қалмау керек, қолыңды көтермей сөйлей бер дейді. Және өзінің ойыңды қосып отыр, бірақ бөлме ортасынан, және басқа оқушының, яғни ойын бөлуге және күлуге болмайды. Мен бірінші картаға сұрақтардың жауаптарын жазып қойдым, соны түсіндіре кетсем. The first, what is one of your favorite TV shows? Why do you like it? When is it on TV? Яғни сенің сүйікті бағдарламаларының бірі қандай, неге оны ұнатасың, және ол қашан болады? Жауап. One of my favorite TV show is quiz show. Менің сүйікті бағдарламаларының бірі бұл quiz, яғни бұл сұрақтар тест. Мысалға, I like it because it's interesting. Мен ұнатамын, себебі ол қызық. It is on TV at 8 o'clock. Яғни ол телевизорде сағат 8-де болады. Do you think that TV makes people lazy? Why? Give examples. Яғни телевизор адамдарды жалқау қыла ма, сенің ойыңша? Неге және мысал келтір. Yes, I think like that. TV makes people lazy because they depend on TV. Мен солай ойлаймын, яғни телевизор адамдар жалқау қылады, себебі олар оған тәуелді болып қалады. What are the benefits of reading a newspaper or a magazine? With the popularity of the internet, do you think newspapers and magazines will disappear? Сол газет журнал оқудың айырмашылығы қандай? Яғни артықшылығы қандай? Және интернет атақты болып тұрған заманда екеуі жоғалып кетеді деп ойламайсың ба? Benefits are they give us knowledge, яғни артықшылығы олар бізге білім береді. Now I think I disagree with this opinion, яғни мен келіспеймін олар жоғалып кететіні десек, осылай жауап берсек болады. Енді қалғандарын, яғни мағынасын аударып өтейін сұрақтарын. Card 2. Сенің сүйікті видео немесе компьютер ойының қандай? Екінші, олардың сенің денсаулығыңа зияны қандай? Неге солай ойлайсың? Үшінші, сен сол тәуелденіп қалған адамдарға қалай көмектесесің? Үшінші карта бойынша. Сенің еліңде сол компьютерге тәуелді болып қалған жастар бар ма? Екінші, қандай видео ойындарын атай аласың? Үшінші, осы видео немесе компьютер ойындар біздің қабілетімізді дамыта ала ма? Төртінші карта.
телевизордың артықшылықтары мен кемшіліктерін айт. Сенің еліңде газет журналдарды, яғни адамдар қандай газет журналдарды оқиды? Жаңалықтың қай түрін таңдайсың, ұнатасың, неге? Яғни неден тыңдайсың жаңалықтарды деген сөз. 5-ші карта. Сенің еліңде қандай программалар атақты және кең таралған? Сенің сүйікті яғни телевизор программаларының түрі, немесе шоуларының. Сен кеше не көрдің? Сен қайсысын таңдайсың? Яғни телевизорден көрген фильмді ме, әлде кинотеатрдан көргенді ме? 6-ші карта. Entertainment дегеніміз не? Яғни осы сөзді ашып, оған мысал келтір. Сенің сүйікті кино немесе телевизор шоуың қандай? Қай фильм сені үлкен әсерге қалдырды? Неге олай ойлайсың? Мінекей, осы егер what, which деп басталса, бұлар арнаулы сұрақ, бұларға арнайы жауап беруіміз керек. Көбісі солай. Мынадай do, яғни көмекші етістерден басталса сұрақтар, бұл кезде yes, no деп жауап берсеңдер болады. Яғни келесі listening, бұл тыңдалым. Мен дұрыс жауаптарын міне қарайтып қойдым. Оларды қайдан алдыңдар десеңдер, тыңдалымда мұғалімдерде транскрипт деген нәрсе болады, яғни сол тыңдалымның яғни сөз түрінде ашылып жазылған түрі бар. Сол бойынша жауаптарға жауаптарын таптым, яғни бірінші сұрақ, how often does Mary usually watch TV? Және қаншалықты жиі көреді Мари телевизорды? Sometimes, кейде. What does she like to do? Ол не істегенді, яғни не көргенді ұнатады? Watch comedies, комедия көргенді. Үшінші, what does she say about 27 dresses? Яғни ол 27 көйлек туралы не айтты? She liked it, ол ұнатады. What does she say about reading? Яғни оқу туралы ол не дейді? She likes to read on vacation. Қай жақта, яғни демалыста немесе саяхатта болған кезде оқығанды ұнатады деген жауаптары. Міне жауаптарын осы жерден қарап алсам да болады. Яғни A, B, A, C бұл listening бойынша. Мына жерде speaking бойынша қалай бағалайтыны көрсетіліп тұр. Және бізде жаңағы тыңдалымның мына жерде мен есімде қалдырып кетейін. Мінекей, бұл диалогқа қарап, біз сол listeningнен қалай ұната ма, ұнатпай ма? 27 көйлек деген кино туралы айтылды бұл жерде. Осы жерден қарап алсаңдар да болады. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтарың болса, комментарияға жазсаңдар болады, міндетті түрде жауап беремін. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңдар. Okay, goodbye. Good luck for you. Сендерге сәттілік тілеймін, оқушылар.